Рахмет. Бүгінгі бала жайдарман ойындарына қош келдіңіздер. Кейде кішкентай балалар да ересектерден мықты әзілдеп жатады. Бүгін сол сөздің дәлелін көретін боласыздар. Ендеше ойынымызды бастаймыз. Құрметті көрермендер, бүгін бала жайдарманда 6 бірдей команда өнер көрсететін болады. Және де бүгінгі ойынға арнайы бақылаушы қонақтарымыз да бар. Ендеше қонақтарымызды таныстыра кетсек, жайдарман жобасының жетекшісі жастар жанашыры Есен Елеукен. Есен Елеукен. Балапан Лайф бағдарламасының тележүргізушісі Асқар Игенұлы. Жайдарман топ жобасының 2024 жылғы чемпионы Талант Орал менің әріптесім Мейрамбек Орынғалиев. Алдағы маусымда Жайдарман Junior лигасының шығармашылық жетекшісі Арман Ермахан. Адастырмай мені қояды. Бас маусымда адастырмасаңыз болды командаларды. Ендеше командалар дайын болса, алғашқы болып өнер көрсететін Ақтау қаласы Hype Kids командасы. Clap, clap. Stomp, stomp, clap, clap. Bir ұйықтап тұрдық, екі ұйықтап тұрдық, үш ұйықтай түсек, сондай алшы ереке. Сәлем астарым! Қыздар, жігіттер бізде көппіз. Дұрыс қой, біз енді карантиннен кейін тудық қой. Бастал дискотека, басың шайқан, нега, басың шайқан, нега. Менің жасым алыпта, менің әлі жалман гештальттарым бар. Мысалы, үй алу керек, машин алу керек, шетелге ашу керек, ата-анам шетелге апару керек. Құрсын, сен армандарың зор екен, ал менде даже iPhone 17 Pro Max жоқ. Сен гештальттың машин тістен суғы? Сен бірінші класста екінші классқа өтіп гештальт болу керек қой? Біз заманауи балдарымыз, біздің өзіміздің ред флагтарымыз бар. Мысалы, садикте биттенген ұйықтатып тастау. Ред флаг! Ата-анамыз дәрігерге барам деп қонаққа ит қалу. Ред флаг! Қонақтар бізге берген ақшаны ата-анамыз тартып алу. Ред флаг! Groove in the blood, let the world unite. Groove in the blood, let the world unite. Досым, Астанадан келген соң бір қыз сындыралы кереді. Давай. Ұлдар түктікті о жол қалай қарайсың? Кечуа сен ма ұнамайсың. Досым, тұр болсаң, қиыншылық емес қой. Екеуміз талай қиыншылықта өттік қой, тұр досым, тұр. Әйша түктікті о жол қалай қарайсың? Кечуа, мен сені ұнатпайым. Досым, это уже перебор, сымба. Командада 6 қыз бар, 6 шансым бар. Ақтау келем деуші, бір қыз сындыра барсын, тұр досым. Құрсы, не олып, Хайкімжан, тиктокта от жағатын қыз таптың ба?
cultural divide. I'ma get it on the floor. You really about to do it? 40 acres in the mule. This is bigger than the music. You really about to do it? Yeah, they tried to rig the game, but you can't fake influence. They get on it like that. Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like fuck. Must have on a beat, bro, any rap. He a freak though, man down, call like Amber Lambs, tell him breathe. Let them boys to the cross, they walk around like thieves. Енче көреміз TikTok отбасы. iPhone купи, ресторан плати, без повода мне подари, кольцо с моим именем. У меня ноль. Көңілді сүрме жан, ұнамасын келді зал, ойда ашпаш қайтадан, нөл жылмашы. Ақ көңілдің ақ арманым, не болып жүр саған жаным, қаншама. Уя өзіңше, сондай тік сан болдың не, қойсай болды е. Айдай сенің жүзің, еріндікті құлпындай қызыл, қызыл. Тариф көп айта беруге оған сөзім, сұлуғап қара көзім, сұлуғап қара көзім. Құрметті Есен ағаның орнындағы аға, бізді жоғарғы лигаға алмай қойыңыз, себебі қазір кино маусымы, ал біз әлі мультфильм көреміз. Сіздермен болған Хайп Kids құрамасы, а жоқ, бізде көзайым бар екен ғой. Давай жап киштайтын, делай көзайым. Өлгеде қалай, қаламай, көздеріңе қарай, қарамай, іштей сезімнен орай, кейде болай, көңіл кейде қалай, қаламай, көздеріңе қарай, қарамай, іштей сезімнен орай, кейде болай, кейде болай. Hype Kids командасына үлкен рахмет айтамыз. Бізге тағы бір бақылаушы арнайы қонақ келіп отыр арамызда. Жайдарман топ ойындарының бас редакторы Қасиет Кәрім. Келесі болып шығатын Алматы облысы Талғар ауданы Тұздыбастау ауылы Күлкі Бастау командасы. Жүректегі құсқан сезім қамалыңды, сағынумен жүрмін атты жанарыңды. Әй күлімдесең етті күлмей қабағыңды, күттірмексің қаншайын жауабыңды. Әй дұрыс жүрек қағады, дұрыс сенсің қалауы. 3-ші жыл қатарынан бала жайдармандамыз. Жоғары лиганың финалында 3 рет ойнағанда айттың ғой. Бірінші жылда 90 команданың ішіне эфирға өтіп гала концертті ойнадық. Екінші жыл топ 300-дік командаға кірдік. Енді биылда бір нәтиже көрсету керек. Солғы биыл қалай болса ұтуымыз керек. Келесі маусым ашар оразаға түсетке мен келе алмайтын сияқтымын. Қалғаласың көптеге, келіп кетпе сағыныш. Шын, қайта келіп Есен атаның өз немересіндей сияқты болып кеттік қой. Бала жайдармандағы менің ең сүйікті командам де Күлкі Бастау құрамасы. Сәттілік, мен сендерді жақсы көрем. Есен ата, біз сізді жақсы көреміз. Білесіңдер ма мен қандай сушы етінді? Қандай? Есен Туки! Мен Алматыда қай жақта қыдыратынымды білесіңдер ма? Қай жақта? Есентай мол. Сендер мен қандай кітап оқитынды білесіңдер ма? Қандай? Есен ин! Білесіңдер ма мен қандай тамақ жақсы көретінді? Қойындаршы. Қалай қойындаршы? Мен Есен атаның сүйікті немересімін ғой.
Ол кісі хоть біле ма сен сияқты дәу сүйікті немересі бар екен. Жоғаласың көктегі, келіп кетті әптеге, сағынышың қай. Қазір байқап тұрсаңыздар, кинолар өте көп, бірақ біз оларды мүлде түсінбейміз. Себебі біз TikTok көреміз. Сонымен қазіргі кинолар біздің көз қарасымызбен. Caliente este amor, vete se pola, tofete sambo. Hi! 사랑해요. 감사합니다. Alô? саған күнім тақыр бастарын айма. істеп отқан қарсы? Тиіспеші өзі білсінші. Байнадағыдай. Байнадағыдай, братан, я? Ой болса, мертвый сезонда шешелердің ақшасын құртып келген күлкі бастау. Кетті! Жайдарман күлкі бастау ортада қайтадан әдемі әзілдерін көрсетіп көңіл күйес болады деп айта алам. Сахнада сұлу жігіттер тұр ғой грин флагқа, алдала екі қолды көтеріп шапалақ ұрып отырмадық па. Күлкі бастау бола алмады, күлкі бастау бола алмады, сызды бастау бола алмады, сызды бастау бола алмады. Сонымен көреміз қызыл телпек ертегісінде қасқырдың тісі болмаса. Қызыл телпек, мен сені шайнамай жұтам. Біздің ауылда түк жоқ, бірақ елестетеміз, біздің мектептің алдында фонтан болса. Сонымен көреміз, біздің командағы Айбарыс дәрігерде. Көңілімді түсірдің жан, ұнамасым. Қара өзіне, жақпа қап-қара кие. Көңіл күйде қаламай, көздеріңе. Көге, сіздің балаңыздың ауруы анықталды. Ол TikTok ауру. Жалғастырамыз мұғалімдердің анонимдік клубы. Сәлеметсіздер ме, мен математика пәнінің мұғалімін, мен есеп шығарамайым, ChatGPT-дан көшіре салам. Сәлеметсіздер ме, мен ағылшын пән мұғалімін, бірақ өзім әлі ағылшын білмей, курстарға барып жүрмін. Сәлеметсіздер ме, мен дене шынықтыру ағайымын. Мен доп беремін да өзім отырып телефон көріп отырамын. Сәлеметсіздер ме, мен осы мектептің завучымын, және сіздер осының барын директорға айтасыздар. Алға шығыңдар! Алдар көсе, мен бай 21-ші ғасырда. Алдар, қайдасың, мен саған выш тасылаймын. О, байеке, сараньо, кәмсәмида, ассаламағалейкум. Қолың тарт, бұл қолда өте көп ақша бар, ақша өзімдікі. О, байеке, ырымшыл болып кеткенсіз бі? Жоқ, бұл жай алақан емес, бұл Каспий алақан ғой. Байеке, жалпы жағдайыңыз қалай? Менің жағдайым 5. Депозит, акция, ставка, облигация, бумеки, ақша деген жетет. О, байеке, маған да үйретсеңізші. Алдар, сен маған 500 000 теңге бер, мен сенен ертең 1 миллион қып қайтарып берем.
Ол қалай? Ол үшін мен сенің төбеңнен ақшаны жаңбырша жаудырамын ғой. Ол үшін оңай ақша тапқыларыңыз келсе, менің 990 теңгелік курсыма жазылып қойыңыздар. Жазылу үшін төмендеген сілтемені басып қойыңыздар. Төменде? Қай жерде? Міне ғой төмендегі сілтеме. жердің бетінде бар ғой бір адам күн сайын гүл оған көктен сұраған Алдарыңызда өнер көрсеткен 2036 жылдың жоғары лига чемпиондары. Біздіңіз бас қой, я? Болат ұшқарын. Неге өйдей бересіңдер? Мен чемпион болып, үйден қолынан кубок жеңгім келеді. Ол 2036-ны күшкенше дәл кубок алуға дәл қазір шансың бар ғой? Рахмет, Астана! Ендеше келесі шығатын командаға кезек берейік. Жергілікті команда Астана қаласы Күлкі Н командасы. Бала жайдарманды Рамазан айы сияқты күттік қой, жылына бір-ақ рет болады. Сәлем Астана! Жерді көз көрмейді, тілді тимейді. Қазақтың қыздары бәк ештеңе білмейді. Алыстан 6 жасар бала келсе, 60-тағы қария дәу басын еп, сәлем береді дейді. Мұна әзіліңді Тенгринюстың редакторлары қараған ба? Қалай сахнаға өтіп кетіп жүр? Рахмет. Ой, рахмет. Неге әуре болдыңдар? Мұна кісілердің бәрі сені тани ма? Танымағанда мен оларға сұрау өтіп кеткен гүл саттым ғой. Амина, неге шықтың? Сен бізге кедергі келтіресің. Біле білсеңдер, мен байып кеттім. Әжем маған мұра ретінде өз байлығын қалдырып кетті. Не қалдырып жүр сонша? Баласын. Бұрын неге қонақ келгенде балаларды бір бөлмеге қамап қоятын еді. Сол сияқты жайдарманға Өзбекстаннан қонақ келіп еді, балаларды бір бөлмеге қамап қойды. Қонақ кетті, бірақ бөлменің есігін ашуды ұмытып кеткен сияқты. Әттен, әкем телефонымды алып қойды. Трецке жазып, бір шолатып жіберер едім. Құрметті Есентүгел ата, бізде жабылмаған гештальт бар. Бала жайдарманның чемпионы болу. Егер осы жыл жаппасақ, келесі жылы джуниорға өтіп кетейін деп тұрмыз. Қыздар, Есен ата, гештальт деген сөзді біле ма? Түсіндірейік. Гештальт ол сен бұрын жасағың келіп, бірақ жасай алмаған денелерін. Шүкір, 2014-тің гештальтын 1985 жылылар жауып жатыр. Ой, бұл 85-тердің кім жабады сонда? Олардың кезінде ондай сөз болмаған. Айтып қой жүрмендер. Құрметті миллениалдар, ой, қазылар алқасы, біз сіздерді түсінбеуіміз мүмкін, бірақ сіздер бізді түсіну керексіздер. Себебі сіздер үлкен болып көрдіңіздер, ал біз кішкентай болып көрдік. Үлкендерді түсінбейміз дейсіңдер ме? Мүмкін емес, тексеріп көрейік. Бұл интонация шоуы. Оның жүргізушісі мен Нұрлан Мариан. Дәл қазір интонациясына мән беріп, аналарымыздың не айтқысы келіп тұрғанын табамыз. Дайын болсаңыздар, бастаймыз. Бірінші аудио. Қызым. Ата-аналар жиналысынан келіп, менімен сөйлеспекші. Керемет. Дұрыс жауап. Келесі аудио. Қызым. Анама менен көмек керек болып жатқан сияқты. Дұрыс. Келесі аудио. Қызым. Шнейне. Фа. Не істеп жатсыңдар? Менің үйіме достарым келді. Анашым бізбен бірге бір тоғында болғысы келіп жатқан сияқты. Керемет. Енді қиындатамыз. Мен бірден дұрыс жасамаған сияқтымын, бірақ өзім әлі не екенін білмеймін. Енді ең қиыны. Кім? Амина, ой, Мариям, Дания, Туф, София, Яру, қайдасыңдар? Анашым, бәрімізді қырайын деп жатқан сияқты, қыздар аяқтайық.
жарқырап жайнашы жұлдызымдай менің жаным ау сайрашы бұлбұлымдай менің жаным жадырап жаз гүліндей Құрметті қазылар алқасы, біз негізі бәрін түсінеміз, бірақ ойын соңында мына командаға бірдеңе жетпеді деп айтпаңыздаршы. Жылына бір ойнайтын командадан не күтесіздер? Жұмыстың өзіне қазір опытсыз алмайды ғой. Сахнада күл аш. Келесі жылы кездескенше. Рахмет! Карте құлағыңа шопа 101 мәрте тағы Европа күтет алда. Күлкі Н командасына өз алғысымызды білдіреміз. Және де бізге арамызға тағы бақылаушы қонақ келіп отыр. Каждый командаға біреу келе берсе. Ұзын бұл. Жай қадам авторлық жобасының негізін қалаушысы Ақпен бірге Лаура Рахимбаева. Жайдарман ойындарының осы маусымның бас серіктесі Freedom Ticketon. Кино, концерт, спорттық ойындарының билетін енді бір жерден сатып алуға болады. Билет сатып алу бұрын соңды дәл солай оңай болмаған. Freedom Ticketon билет сататын сервис емес, бұл сізге жарқын әсер сыйлайтын афиша. Ендеше келесі команда дайын болса, Ақтау қаласы Тәттілер командасы. Сен бүгін ренжітіп қойдың жаныма деңде тұрмайсың ба не? Онсыз да жетеді көп шыдадым. Көңілімді түсірдің ғой жан, ұнамасам тіке айды сал. Мида ашытпашы қайтадан, бүгін жыламашы. Көңіліңді бөлмесе өкпелеп қаламын. Қаласаң да, сен қаламасаң да, қабағыңды тие бер, көңіл алдырмаймын мені. Үнемі алдасаң да, ашуыма. Кешер Астана! Сізден алдарда Тәттілер Жайдарман тобы. Әдемі! Жеге, кімде қандай өнер бар? Әнуарға жол берейік, ол бізден үркен ғой. Вау, круто! Болды қойшы. Болды қойшы, құлам ауырып кетті. Ерасың, сен де қандай өнер? Мені құрт. Жейтін құрт па? Жоқ, кәміне құрт жүретін. Әдемі. Ендікше біз бастаймыз! Ол менің ақ періштем, келбетің ақ келіскен. Мен саған ғашық болып қиналдым әттең іштен. Ол менің ақ періштем, келбетің ақ келіскен. Мен саған ғашық болып. Шашын өсірбаған екі бала. Әдемі! Ол менің ақ періштем, келбетің ақ келіскен. Мен саған ғашық болып қиналдым әттең іштен. Ол менің ақ періштем, келбетің ақ келіскен. Мен саған ғашық болып қиналдым. Чикичан еріншек болғанда. Кәме аям көтеріп тұрам, сені құландаш. Әдемі, жақсы седің ғой. Жиналамыз Тәттілер Жайдарман. Мазасыз махаббатпен өткіп жанды тербейді. Сен маған айтпа жаным өтеп қолдан келмейді жана. Сіздерге наса, біздерге нады. Рахмет, Астана! Сары жасыл қызыл Саға қолдарымыз көтереміз. Бекойдан кесеміз, көтеріміз ақтырындар. Бірінші орынденді. бірден көңіл күйге Көтереміз, автоматты түрде алыстағы кила шалғай қасымыздан неге қалмай бәлкім сода жабыт алмай тай. Ой, рахмет. Тәттілер командасы рахмет. Келесі болып өнер көрсететін Алматы қаласы Призма қошақандары. Призмадан келмедік бекер, үсті бақырым болайын өтер. Жайдарман түбіне жетпеген ешкім, ойлап күліп жүргенге айтшы не
Алматыдан келдік. Яғни біз Арманшыл командамыз. Ойлаш, 4 күн оқисың, 3 күн демаласың. Ойлаш, бәрі апай бар, Ағылшын апай сияқты. Ойлаш, апай бар саған емес, сен апайларға баға қоясың. Ойлаш, өз пособияңды Каспия алақанмен өзің аласың. Рамазан, армандай берме, қиялдай берме, іске көшейік. Ашық бұлтсыз аспан маған айта солай. Алматының алатауы маған айта. Аңсар, қайда жүрсің сен? Мен сендерге не, ойнап жүрмін ба не? Ақордадан келе жатырмын. Ол жерде не істеп жүрсің? Ардақ Назаров сәлем айтып отыр. Аналарымызға ма? Конечно, басқа күнге. Мына екі қыз не істеп жүр? Біле білсең, әрбір мықты ер азаматтың артында мықты әйел тұрады. Оттай мана әйел тұрады, 5 сыныптың қыздар емес. Жігіттер, ред флаг бола берме, ойынды бастайық. Ендеше призма қошыққандар, ойынды бастайды! Тамашалаймыз. Склерозбен ауыратын анонимді клуб. Біз склероздардың анонимді клубының мүшелеріміз. Менің атым... Кім еді менің атым, жігіттер? Білмейміз. Кім еді? Жарайды. Оны қойындаш. Ассалаумағалейкум, Астана. Қалайсыздар? Біз Астанаға келген мақсатымыз... Жігіттер, не мақсатпен келдік? Білмейміз. Оны қоя беріңдіш, квартираның кілті қайда өзі? Жігіттер, ол квартира бізде бар ма өзі? Жарайды, оны қойындаш, мен айтайын дегенім. Жігіттер, не айтайын деп едің? Қайдан білеміз? Жарайды. Жігіттер, ендеше бәрін ертең еске түсіріп, дайындалып келейік. Біртүрлі келерлердің неке қию рәсімі. Тамашалайым. Құрметті Алмат Айқанұлы, неке куәлігіне қол қойыңыз. Құрметті Айжан Батырхан қызы, неке куәлігіне қол қойыңыз. Құрметті куәгерлер, сіздер де қол қойыңыздар. Куәгерлер керек. Ендеше жалғастырамыз. Назым Қызайбайдың болашақ күйеуі оның боксер екенін білмесе қалай болар еді? Жан, ал жаным, сен менен не өзгеріс көріп тұрсың? Прическам ба? Жоқ, Жана көйлек алдым ба? Жоқ, жан, дұрыстап қарашы. Туфли алдым ба? Жоқ. Сыйған ба? Жоқ деймін мен саған. Алқа алдым ба? Жоқ. Сен жана маникюр жаттың? Жоқ. Ақжан, сен боксқа түсің ба? Көремін, жігітінің жасы көрмейтіндігін түсінген қыз. Тамашалаймыз. Супермаркетте кассада болған жағдай. Қарындас күшті бір отырыс бойын жатыр. Шашлыктар жүрш. Шоу бойын жатыр. Мангалтар жүрш. Между нами деген отырыс бойын жатыр. Торттыдар жүрш. Жуды шал пирогтыдар жүрш. Лок соқтыдар жүрш. Қарындас, не үшін төледіңіз? Өтініш, мен де барайыншы. Призма мектебіндегі кезекте имтихан. Көреміз, бағасын береміз. Айзере, пеші көшіруге. Айзере, пеші көшіруге. Рахмет, Құрметті ұстаздар, ата-аналар, үлкендер, біздің призма қошаққандар командасының үлкендерге айтатын өкпе назы бар. Құрметті Сәулет апай, сіз тәрбие сағатында адамның кемшілігін жасыру үлкен адам кешіліктің белгісі дегенсіз. Неге сіз ата-аналар жиналысында мен жамандағансыз? Мама, неге сіз бірден болса әкеңе айтам деп қорқытасыз? Мен әкеме сөйлестім, ол да сізден қорқады екен. Мама, неге сіз мерекелерде дастархан жайғанда? Тиіспе, бұл қонақтарға деп ұрсасыз.
бәріміз бұл жалғанда қонақ емеспіз бе? Әке, смело отыра беріңіз. Елдің көзінше артыңызды ашып, жаздан шашпаймын, әке. Ризамын, әке. Маржан апай, сіз бар ғой? Жарайды. Құрметті үлкендер, арбаның алдындағы қос дөңгелегі қайда барса, артқысы да сонда барады. Так что абайлап жүресіздер ғой? Сіздермен бірге болған призма қошыққандары Жайдарман шағалардың ізімен. Мың бар алған тау шабықтай, мөлдір екен тағыптай. Үлкен рахмет призма қошақандары Алматы қаласы. Қол шапалақтап, көңіл күйді көтеріп отырайық. Соңғы болып ойынды аяқтайтын Ақтау қаласы ой жұмбақ командасы. Әзіл қалжың тапқырлық, жастарға тән жарқындық. Жайдарманда, Жайдарманда, Жайдарманда. Қуанатын күлетін, достар бірге жүретін. Жайдарманда, Жайдарманда, Жайдарманда. Шабыт алған өнерден, ой жұмбақ көрермен. Жайдарманда, Жайдарманда, Жайдарманда. Жаңа толқын, жаңа күш, ой жұмбақтан қалар із. Жайдарманда, Жайдарманда, Жайдарманда. Жаңа толқын, жаңа күш, чемпиондыққа барамыз. Жайдарманда, Жайдарманда, Жайдарманда. Көңілді боп қайтамыз, әзілдерді айтамыз. Жайдарманда, Жайдарманда, Жайдарманда. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Біздер адам бойындағы эмоцияларымыз. Мен қуаныш эмоциясымын. Мен кез келген нәрсе қуана қараймын. Мен тіпті сабаққа кешігіп келе жатсам, қап, енді қайтемін, сабаққа кешігетін болдым ғой деп уайымдамаймын. Керісінше мен, ура, алақай, бүгін сабақты екінші сабақтан бастайтын болдым ғой деп қуанамын. Мен Астанаға келгеніме қуандым. ЛРТ-ның біткенін көргенде одан сайын қуандым. Көңілімді сүрдің ғой жан. Стоп, қыздар. Биліп тұратын уақыт жоқ. Бұл маусым ашар. Осы да жарайды. Қалған күнде тиктоктан көріп жатыр ғой. Мен ашу эмоциясымын. Маған үйде ата-анам сабағыңды оқы деп ұрсады. Ал мектептегі мұғалімдер үй тапсырмасын неге орындамадың деп ұрсады. Үй тапсырмасын орындайын деп телефон қарасам, телефон қарама, көзіңді құртасың деп ұрсады. Жалпы ашулануға болатын нәрселерді айтып берейін. Мысалға, айлық аз болса, баға қымбат болса, штраф көп болса, жол тесік болса, жылу жоқ болса, су жоқ болса, кредит көп болса, үй жоқ болса, ашулануға болады. Мыналардың барлығы сіздерде бар ғой. Онда мына жердегі барлығың мен сияқты ашу эмоциясы екенсіңдер ғой. Сәлем, ашуланшақтар! Түңгілге, түңгілге, түңгілге. Бингі-бингі дұрағаны чүгі чүпшіға. Мен қорқыныш эмоциясымын. Мен сіздерімді айтуға қорқыптым. Судағы тиген жау. Мен өкініш эмоциясымын. Біз Астанадамыз. Ең басты, елордаға келгенімізге өкініп қалмайық. Биыл кино маусымы. Кино маусымында Жайдарманның кино маусымы Қазақстанның кинолар сияқты болып кетпесін. Неге? Арзан әзілдерме халыққа кірмей қалмасын. Мен қазір сіздерге жастардың жасауын жасап алып, кейін өкінетін істерін айтамын. Неге осы қабат алған жастар өкінеді? Неге осы қыз қымыз ішкен жастар келесі күні өкінеді? Неге осы Фрида банкке тіркелмеген жастар өкінеді? Қыны шықшы тез, қорқа бермей, сөздеріңді айтшы тезірек. Мен қорқыныш эмоциясымын. Мен Ақтаудың жолдарынан қорқамын.
Себебі Ақтауда велосипед айдап келе жатқан кезінде шұңқырға түсіп, аяғымды алып талдым. Рахмет Ақтауым деді. Енді мен сенің арқаңда велосипедімді тастап, сабағымды оқып кеттім. Мен редактор ағалардан қорқамын. Себебі редактор ағалар көзіне көрген нәрсені кесе береді. Вдруг менің кесіп тастаса қайтемін? Сосын қыздар, мен частный мектептерден қорқамын. Неғып көбейіп кеттіңдер? Бір күнге ақша бермей қойсам, білім бермейсіңдер ма? Мен қызғаншақ эмоциясымын. Мен үйдің ортаншысымын. Мен соны қызғанамын. Бұл өмірде ортаншы бала болып туылудан жаман еш нәрсе жоқ шығар. Не үйдің үлкені деп бағаламайды, не үйдің кенжесі деп еркелетпейді. Әйтеуір жүресің өз күніңді өзің көріп. Неге осы үйдің ортаншысы ағасынан, апасынан қалған киімдерді киеді де, ал кенжесінен жаңадан алып береді? Неге осы үйдің ортаншысының туған күні еленбей қалай береді? Неге осы үйдің ортаншысын ешкім іздемейтіні соншалық? Үйдегілер даже мені Астанада жүргенімде білмейді ғой. Сіздермен бірге болған біздер, біздермен бірге болған сіздер. Ақтау қаласы Тұтқабай Әшімбаев атындағы нөмері 11-ші лицей Ойжұмбақ құрамасы. Рахмет Астана! Ақтау қаласы Ойжұмбақ құрамасына өз алғысымызды білдіреміз. Барлық командалар өз өнерін көрсетіп болса, ендеше ортаға шығайық. Барлық командалар сахнаға. Бүгін бала жайдарман ойындарында 6 бірдей команда өнер көрсеткен болатын. Бізде ойынның басында таныстыра кеткендей бақылаушы арнайы қонақтарымыз болды. Ендеше қонақтарға сөз берейік. Мейрамбек Орынғалиев. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн барлықтарыңызға. Құрметті командалар, бәрі өте жақсы, өте күшті, бізге бәрі ұнады. Құрметті ата-аналар, құрметті жетекшілер, сіздерге үлкен алғыс. Осындай оқушыларыңызды, ұл-қыздарыңызды осындай бақытты балалық шағында жайдарманда ойнатып, осы шақта балалық шағын өткізіп жатқанына өте қатты қуаныштымыз біздер. Барлықтарыңызға сәттілік, осы сахнада тұрған кішкентай бүлдіршіндердің арасында болашақ жайдарманның жұлдыздары шығады деген сеніміміз болды. Рахмет. Арман Ермахан. Қайырлы күн, құрметті көрермен, құрметті балалар. Қайырлы күн, келгендеріңізге рахмет. Бала тілі бал екен, тағы да бір көз жеткіздік. Балалардың әрбір айтқан сөзі, әрі жасаған қимылы өте күлкілі болды. Сіздерге алда жетістік тілеймін. Үлкен рахмет. Рахмет көп. Лаура Рахимбаева. Қайырлы кеш, құрметті ата-аналар, жетекшілер, қалдарыңыз қалай? Балалар, бүгін өте жақсы, әдемі бір ойын болды. Бұл жайдарман жалпы тек әзілдің ордасы емес, бұл жерде сіздер сахнаға шыққанда, сахнада өз-өздеріңізді ұстауды үйренесіздер, тәртіпті үйренесіздер, жауапкершілікті үйренесіздер. Сондықтан белгілі бір өнерге дайындалып жатқан секілді дайындаласыздар. Бұл сіздерді болашақта үлкен бір сахнада тұруды үйренесіздер. Ертең болашақта бұл үлкен бір сіздерге опыт болады, тәжірибе болады. Сондықтан ата-аналарыңызға алғыс, осындай үлкен сапарға сіздерді жіберіп отырған мектептеріңізге алғыс білдіреміз. Әрқайсыңыз бүгінгі ойынның жұлдызы бола білдіңіздер. Рахмет сіздерге. Рахмет көп. Қасиет Кәрім.
жалпы адамның бір-бірінен артық кемі болмайды, балалардың арасында тем более. Әр бала мықты ойнап тұр. Рахмет сіздерге. Сіздердің қай жылдары туылғандарды ойласаңыз вообще. Микрофон ұстап, жүгіріп, реквизит іздеп, барлықтары кіп-кішкентай квенчик болып отырғандарға қуанып отырмын. Барлығы мықты, әр қайсысы, әр командада. Бүгін сәл-сәл болмаса, бұл кем түскен команда жоқ. Барлығы өз көрерменді жинап көрсетуге болатындай концерт көрсетті. Рахмет сіздерге. Рахмет көп. Асқар Игенұлы. Қайырлы күн, құрметті көрермен, құрметті командалар. Шыны керек, бүгін келіп осында отырғаныма өте қатты қуаныштымын. Командалар, балалар, көп-көп рахмет. Ойын өте керемет болды. Сендерге сәттілік тілейміз алдағы уақытта. Жетекшілерге, ұстаздарға, көрермендерге, осындай балаларға сахнаға шығып, өнер көрсетуге мүмкіндік жасап жатқандарыңызға көп рахмет. Рахмет, және де Есен Елукен. Ой, балапандар, балақайлар, қандай керемет. Әр команда өз алдына бір төбе, әр командадағы әр балақай өз алдына бір үлкен азамат. Өте керемет, сөзім жоқ. Жалпы Маусымашар фестиваліндегі ең бір ерекше өтетін ойын бұл. Мана балаларға арналған ойын. Біз жыл сайын кубоктығы орын беріп жататын едік. Осы соңғы жылдары мен сөздің ашығы. Сол орын дегенді барлығына бірдей, барлығын лайықты шештік себебі балалардың жылағанын көріп келмейді. Балалар бір белгілі жасқа жеткенше балалардың бәрі жеңімпаз. Ол ертең үлкен өмірге аяқ басқан кезде олар өздері жарысады, өздері жеңімпаз екен. Қазір әр бала жеңімпаз болуға лайықты. Одан да біз балаларды қуантайық. Бәріміз де ата-анамыз, балаларымыздың өте жақсы болып, жақсы ортада болған қалаймыз. Бүгін өте керемет ойын болды. Жеке-жеке тоқталайын. Хайп Kids керемет. Мынадай шоу. Мына Дженнифер Лопес деген әжелерінің концертінен де өте жақсы өтті. Түлкібастау 3 жыл қатарынан келіп тұрақтылық көрсетіп жатыр. Бұл кейбір үлкен командаларға бір ерекше. Келер жылы Juniors-да кәдімгі керемет. Бірақ ата демеңдерші. Соншама үлкен сақалым бар, атаға ұқсайын ба? Есен Күл ән, нағыз классикалық команда, негізі бұл команда былтырда сәл жетпей қалған, бірақ мен үшін сіздер әрқашанда жеңімпазсыздар. Ой, керемет. Әдемі бір сөздің арасында қандай бір нелер бар андай. Астарлы, мақтамен бауыздағандай. Өздерің түсініп жатсыңдар ма не айтқаны? Міне, ең кереметі осы. Тәттілер, жалпы тәттілер, тәттілер деген команда болған тәттілер. Нағыз тәтті, мықты жігіттер сіздермен үшін былай өзім сөйлескім келеді арасында. Уақыт болса бір сөйлессек, бола ма? Әлде жоқ па? Дұрыс. Тұрған тұрыстарын қарап, былтыр бұлар микрофон көтере алмайтын еді. Микрофон көтереді. Неқа бар? Аман, қарайған жұртты бәрін таңғалдырып жатсыңдар, Зәт сол. Призма қошақандары қатты айттыңдар сіздер. Алматыдан бірақ сол жақта айтылады, мықты керемет, өте жақсы. Пластика бәрі керемет. Ой жұмбақ, жалпы былтырғы жылы креатив маусымында үлкендер мұндай креативді сыйлаған жоқ. Биыл кино маусымында сіздер нағыз киноның үлгісін көрсеттіңдер. Енді біз командаларға тапсырыс береміз, сіздерге жетеуі қиын болатын шығар. Сондықтан да сіздер өте керемет ойын көрсеттіңіздер. Сосын былай қылайық, балалардың әрқайсысына диплом. Сосын біз былай қылайық, біз балаларды қолымыздан келгенше мен шығайыншы. Мен негіз әне жүріп тұруым керек. Марапаттау үшін ортаға Есен Елукен мен Асқар Игенұлын шақырамыз. Құрмет, қошеметтеріңіз болса. Ернар, сен мына жерде дипломды беріп тұр. Жайдарман ойындарының 2026 жылғы маусымының... Былай қылайық. Ескертейік, биылғы жылы Жайдарман Juniors пен Бала Kids Астана қаласына ауысады. Осында телевизиялық түсірілімдер болады. Біз кемі
бір 2-3 жыл барынша жұмыс жасап, осы балалардың бағдарлама есебінде телеарнаға шығуына соған атсалысамыз. Сіздер де көмектесіңіздер. Біз де өз барымызды саламыз. Негізі біз үшін де бұл оңай шаруа емес. Ешкім қазір тегін жұмыс жасамайды, тегін ешкім жер бермейді. Бірақ осындай өте артық ата-аналар, мектептер жіберіп отырғаннан кейін біз осы кішкентай ғана қазақтың балаларын өзіміздің қара көзді қуантпасақ не үшін жүрміз. Сондықтан да биыл міндетті түрде Астана қаласында ойындар басталады. Алдымен иә. Мына жерде ішінде не бар? Болды. Бірінші диплом. Дипломмен қатар мынау аватария деген үлкен балалар ойнайтын орталық бар. Әр командаға 10 адамға тегін сертификат, кәдімгі арнайлап алдық. Балалар ойнап, бір Астанадан, Осмашардан жақсы естелікпен қайтсын. Жайдарман ойындан сосын балапан арнасынан да сыйлық. Ішінде не бар? АСМР жасайсыңдар ғой, сықырлатып, білесіңдер ғой? Мен айтпай-ақ, ішінде күшті нәрсе бар. Жайдарман ойындарының 2026 жылғы маусымының ашылуы республикалық маусымашар 2026 аясында өткен бала жайдарман фестиваліне қатысып, бас жүлде алған Хайп Кидс командасы. Бала жайдарман фестиваліне қатысып, бас жүлде алған Күлкібастау командасы. Бала жайдарман фестиваліне қатысып, ерекше өнер көрсетіп, бас жүлде жеңіп алған Күл-Н командасы Астана. Тағы бір осындай топ бас жүлдеге ие болды. Бұл жігіттердің уақыты бар ма жоққа білмеймін, бірақ білдескім келеді. 5 минут болса да, кім біледі, болашақта үлкен кино түсіріп, жоба жасап, әкім бола ма, министр бола ма, ең бастысы адам болатын жігіттер тәттілер құрамасы марапатталды. Бұл командада қазір алқасының шешімімен бас жүлдеге лайық Призма қошақандары Алматы қаласы. Және өте әдемі ерекше команда, бас жүлде Ойжұмбақ командасы марапатталды. Мына балақай қорқынышты ойнады да, аяғына шейін кәдімгі қорқыныш болып тұрды. Мен таң қалдым, соны қарап отырмын. Неше оқисыз? 2. 2? Өте көп. Ал. Енді балапан арнасы ұсынған сыйлықтардың бірі командалардың арасында енді ешкімді бөліп жарғым келмейді. Барлығы көздері жанып керемет ойын көрсетті, дегенмен арасынан үздік өзіме қатты ұнаған Күлкі-Н командасындағы кішкентай Амина ғой деймін, шатаспасам, Амина деген кішкентай қарындасымды ортаға шақырсам, сондай көзі жанып тұр, ерекше өнер көрсетті. Амина, алдағы осы өнер жолында жолың болып, үлкен жетістіктерге жете ғой. Естелікке саған осы балапан арнасының атынан тамаша бокс қабыл ал. Құрметті балақайлар, құрметті ата-аналар, баршаңызға рахмет, жыл сайын алғыс айтамыз. Өте керемет. Енді мамыр айында үлкен фестиваліміз болады, балаларға арналған. Ол кезде Астана жылы болады, өте әдемі болады. Сол кезде баршаңызды күтеміз. Балақайлар, сәт сапар, сабақтарында оқыңдар. Қай сала болмасын, бізге білімді жастар керек. Білім
сосын бар қалғаны. Рахмет. Командалар Есін ағамен общий бір фото жасаңыздар, жиналып,